Баршаңызға қайырлы күн, есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода ең керемет чебуреки дайындаймыз. Бисмиллах. Ыдысымызға тұзымызды саламыз, үстінен сұйық май құямыз, оның үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Араластырамыз, дайын болған ыстық сұйықтығымызды електен өткізілген ұнымыздың үстінен құямыз. Яғни біз заварное тесто дайындаймыз, қайнатпалы қамыр. Бастапқыда өте ыстық болғандықтан жылдам қимылдармен силиконды күрекшемен араластырамыз. Кейін күйіп қалмай қолымызбен сұйықтықты біркелкі етіп таратамыз. Қамырымызды біріктіріп елейміз. Қолға жабыспайтын сондай нәп-нәзік, жұмсақ, икемді қамыр шығады. Салмамыз дайын болғанша ауа өтпейтіндей етіп, бетін жауып, тұндыруға жібереміз. Салмасына тартылған ет бір үлкенірек пияз немесе екі кішірек пияз қажет болады. Пиязды қолдан келгенше өте майда, ұсақ етіп турау қажет. Мен осындай ұсақтағыш құралды қолданамын. Салмамыз сондай сулы, шырынды, сөлді болу үшін пиязымызға су құямыз. 4-5 ас қасық салқын су қажет болады. Ұсақталған пиязымызды етіміздің үстінен қосамыз, тұз бұрышын дәміне қарай қосамыз. Мұқият араластырамыз, біздің шырынды салмамыз дайын. Осы уақытта біздің қамырымыздың иі қанды, қамырды бір қайтарып дөңгелектеп алуымыз қажет. Сонда одан сайын икемді, эластичный бола түседі. Мен бүгін 2 өлшемдегі чебурекилерді дайындаймын. Сондықтан барлық қамырды 2-ге бөліп алдым. Қамырдың бір бөлігінен классикалық үлкен чебурекилерді дайындаймын. Екінші бөлігінен мини чебурекилерді дайындаймын. Классикалық үлкен чебуреки үшін әрбір қамырдың салмағы шамамен 50 грамм болуы қажет. Әрбір бөлікті дөңгелектеп аламыз. Әрбір кіші қамыр бөлігін шелпек жайған секілді өлшемде жұп-жұқа етіп жаямыз. Жаю барысында аздап ұн себелейміз. Қамыр сондай икемді, аса жабыспайды, оңай және тез жайылады. Бұл қамырды тұшпараға және де вареники дайындауға қолдансаңыз болады. Сондай жыртылмайтын, езілмейтін жұмыс істеуге керемет қамыр. Бізге 1-1,5 ас қасық салма қажет болады. Жұқа болуы міндетті. Өйткені біздің салмамыз шикі, яғни чебурекилерді пісіру барысында біздің салмамыз пісіп үлгеруі қажет. Және де салманы тым көп салып қойсаңыз, чебуреки жарылып, май жан-жаққа атқылау қаупі бар. Қамырдың шеттері жақсы жабысу үшін сулап жібереміз және де 2 қайтара басып шығамыз. Осындай әсемдейтін құралыңыз болса, қолдансаңыз болады. Біздің чебурекилеріміз одан сайын жақсы бекітіледі. Немесе шанышқының көмегімен әдемі өрнек жасаңыз. Келесі кезекте кіші өлшемдегі чебурекилерімізді дайындаймыз. Алып қалған жарты бөлік қамырды бір тұтас етіп, жұп-жұқа етіп жайып аламын. Бешбармаққа жайған секілді әдіспен жайып аламыз. Қамыр икемді болғандықтан оңай және тез жайылады. Құрметті менің алтындай көрермендерім, қазақша каналдардың қарқынды дамуына ат салысайық. Қолдауыңызды сұраймын. Видео ұнаса, тегін лайктарыңызды аямай басып, кез келген пікір қалдырыңыз. Ал жаңа көрермен болсаңыз, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Алда керемет пайдалы видеолар болады. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, бірінші болып көретін боласыз. Процесс 2 есе тезірек болу үшін қамырды 2-ге бүктеп, дөңгелек форманың көмегімен кесіп аламыз. Дөңгелек форманың диаметрі шамамен 9-10 см. Бұл чебурекилер қонақ дастарханға, самсаның қасына қоюға керемет. Бауырсақтан кейін бірден тез арада пісіріп аласыз. Қамыры тез еленеді, ет жағынан да өте үнемді. Мына барлық мөлшерге небәрі 250 грамм ет кетті.
Ал қаншалықты дәмді екендігін, қаншалықты қытырлақ, сөлді екенін мен сөзбен жеткізе алмаймын. Дайындап көруіңіз қажет. Қамырдың шеттері кеуіп қалып жатса, аз ғана сулап жіберіңіз. Мұқият 2 қайтара бекітеміз. Салмасын қалауыңызша ауыстырсаңыз болады. Жусаймен, жұмыртқамен, тіпті картоп езбесімен дайындауға болады. Майымызды орташа отта қыздырамыз. Чебурекилерді орташа отта 2 жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Майдың көлемі көбірек болуы керек. Сонда чебурекидің бетіндегі көпіршіктері айқын болады. Қасықтың көмегімен ыстық майды қойып, процесті тездетуге, жылдамдатуға тырысамыз. Қамырымызды өте жұқа етіп жайдық, сондықтан шанышқы қолданбаңыз, тесіп алу қаупі бар. Қамыры және ішіндегі салмасы толықтай піседі, еш уайымдамаңыз. Чебурекилерді осы рецептпен 7 жылдан астам уақыт пісіріп келемін. Әрдайым керемет болып пісіп шығады. Барлығы алғысын жаудырып, сүйсініп жейді. Мен ұсынған рецептпен дайындасаңыз, мені стористе белгілеңіз. Видеоның астына қалай шыққаны жөнінде пікір қалдырыңыз. Каналыма тіркелуді де ұмытпаңыз. Дастарханыңыздан дәм үзілмесін. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.